Ассалаумағалейкум ағайын. Өскеменде ашылғалы жатқан нөмір 50 мектеп қазақ болып жоспарланған екен. Алайда бір қатар ата-аналар тобы бұл мектептің аралас болып ашылуын талап етіп жатыр екен. Оларды бастап жүрген Айжан және Гүлжан деген екі мәңгүрт қатын WhatsApp тобы ашып алып, ата-аналардың басын біріктіріп, әкімшілікке барып дау шығарып жатыр екен. Бізге қазақ мектебі емес, аралас мектеп қылып ашып беріңдер. Біз балаларымызды орысша оқытамыз деп. Өскемен қаласы бойынша 49 мектеп бар екен. Олардың 20-сы аралас, 16-сы орыс, ал 12-сы қазақ. Сол Енді көп ата-аналардың өзінің пікіріне байланысты, мен мысалы балаларымды қазақ тіліне ғана беретін едім. Аралас мектепке ол кім келеді? Мына жерде орыстар мысалы 5 орыс барса, Енді аралас мектеп, мен ойлаймын, орысша болса бөлек мектеп болған дұрыс деп ойлаймын. Жердің бәрінде қазақтар тұрады. Қазақша обязательно. Бұнда бірінші кезекте осы жерде тұратын тұрғындардың пікірі ескерілу керек сияқты. Менің ойымша енді бұл жерде 70% қазақша сөйлейтін қазақ тілді тұрғындар тұрады, сол себепті. өзімізді ғана ойлай бермеген, мына жерде басқа ұлттың адамдары бар, жұмыс бар. Мен осы Өскеменге келіп жатқан олардың да балалары енді. Менің ойымша аралас мектеп жасаған дұрыс сияқты. Қазақша болған. И так та Өскеменде 90% қазақтардың бәрі орысша сөйлейді ғой. Аралас болса қанша орыс болып кетті. Қазақша оқиды мен балаларым. Немерем де қазақша оқиды. Ал өскемендік ағайындарға айтарым, осы мектеп үшін аяғына дейін сіздер күресу керексіздер. Үндеріңіз шығарып, қазақтың үні, қазақтың азаматтары Өскеменде де бар екенін көрсету керексіздер. Егер сіздер күреспей, тып-тыныш қана жұмыстарыңызға барып келіп, тіршіліктің қамымен жүре беретін болсаңыздар, мына мектеп аралас болып кетеді. Ал аралас мектеп деген сөз орыс мектебі деген сөз. Тәрбиенің бәрі орыс тілінде жүретін болады. Қоғамдық жұмыстар, қоғамдық іс-шаралар, мектептің ішіндегі педагогикалық кеңес барлығы орыс тілінде өтетін болады. Неге Өскеменде қазақ мектептерінде бала көп болса да аралас мектеп ашылу керек екен? Ол ашылмау керек, ол дұрыс емес. Ол мектеп қазақ тілінде ашылу керек, қазақша болу керек. Ол мектеп үшін күрес, ол сіздердің балаларыңыз үшін, болашақ үшін күрес. Сондықтан немқұрайлы болмаңыздар. Қазақстанда жаңадан ашылып жатқан барлық мектептер тек қана қазақ тілінде болу керек.